Алла тағаланың берген нығметтері шынымен де есепсіз. Алла тағаланың берген нығметтерін санасаңдар, оның есебіне, санына жете алмайсыңдар дейді. Сондай үлкен нығметтердің бірі біздің жалпы халыққа берген ол иман нығметі. Өйткені біз мұсылман халқымыз. Кезіндегі 70 жылдың ішінде діннен сәл болса да алыстап қалғандығымыз болмаса, бірақ жүрегімізден имандылықты ешкім өшіре алған жоқ. Біздің өйткені тарихымызда алтынмен жазылған біздің бабаларымыздың имандылығын ешкім өшіре алмайды. Егер де Ильяс Есенберлиннің көшпенділерін оқитын болсақ, Абылай хан бабамыз 300-дің басын қосқан, білесіздер. Дүниеден өтіп бара жатқандағы соңғы сөзі: "Ей Бұхараға, маған өмір бақи кеңес беріп келдіңіз. Дүниеден өткеннен кейін мүнкар мен нәкір періштелер мені күнәһарсың деп кірісімен соғып жүрмей ме екен? Сол нәрсені айтыңызшы" деп жылап жатып дүниеден өтті деп жазады. Бұхар жырау бабамыздың өзі сондай қиыншылық кезеңнің өзінде, білесіздер, бірінші тілек тілеңіз, бір Алладан жазбасқа, бесінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, бірі қазақ алмасқа деген сөздерін айтып кеткен. Қаншама қол бастаған көсемдеріміз, сөз бастаған шешендеріміз аузынан Алла түспеген. Біз әрдайым айтып жатамыз, білектің күшіменен, найзаның ұшыменен ата бабаларымыз осы жерді қорғап алып қалған деп. Бірақ бұл жерде білектің күші, найзаның ұшынан бөлек имандылықтың да күшін айта кету өте орынды. Өйткені жаңағыдай кез келген қай батырымызды алмайық. Мысалға, Бөгенбай батырымыз білеміз. Сол кісі дүниеден өткен кезде Абылай ханның алдына барып, батырдың өлімін жеткізу деген өте сұмдық. Сол кезде осы аманатты Үмбетай деген жырау қолына алып, Абылай ханның алдына барып: "Ей Абылай, Абылай, сөзімді тыңдай тағыдай, өзіңнен біраз жасы үлкен, дөмпеш таудай басы үлкен, жасыңда болған құрдасың, үлкенде болса сырласың, 80-нен аса бергенде, қайырылмас қаза келгенде, батырың өлді Бөгенбай, иманын айтып өлерде, екке жаны келгенде" деп сипаттайды екен, қараңыздар.